Депрессия. Бұл қазіргі заманның модный сөзі. Депрессия деген сөзді бәріміз де естігенбіз. Енді бұл көп адамдар өзінің депрессияда жүргенін байқамайды. Депрессия дегеніміз кинода қызық емес, ешқандай да свидания, тамақ, жұмыс, ештеңе бұл өмірде қызық болмай кетеді. Үйде жата бергің келеді. Бұл депрессия состояниясы деп аталады. Бұндайға қалай түседі адамдар? Адамдар өз-өзіне сатқындық жасаған кезде. Яғни сіз мықты оратор болам дедіңіз, мықты бастық болам, мықты жұмыс істеймін дедіңіз, мықты адам болам дедіңіз, бірақ соған әрекет жасамадыңыз. Сондай өмірді сүрмедіңіз. Сондай жағдайда өз-өзіңізге сатқындық жасау деп аталады. Өз-өзіңіз сатқындық жасағаннан кейін жүрек сізге ренжіп, депрессия состояниясына түсіреді. Сондықтан басқа өзіңізбен шыншыл болып, өзіңізге берген уәдені барлығын орындауға тырысыңыз. Бақытты болуға тырысыңыз. Сонда сіз депрессиядан шығатын боласыз. Енді ойланыңызшы, сіз қазіргі таңда депрессияда жүрсіз бе?